Сәлеметсіздер ме балалар? Біз электромагниттік тербелістер бөлімін оқуды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы еркін және еріксіз тербелістерге есептер шығару. Сабақтың мақсаты: бүгін біз сіздермен бірге электромагниттік тербелістерді сипаттайтын негізгі ұғымдар мен шарттарды қайталап, еркін және еріксіз тербелістер бойынша есептер шығаруды үйренеміз. Еркін және еріксіз тербелістер бойынша есептер шығаруды қарастырамыз. Бірінші есеп: қарапайым тербелмелі контур қандай элементтерден тұратынын төменде келтірілген элементтердің ішінен таңдаңыз. Қыздыру элементі, сым катушкасы, реостат, конденсатор, қоңырау. Жауабы: сым катушкасы, конденсатор. Есеп 2. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз. Электромагниттік тербелістер кезінде: бірінші, электр заряды периодты түрде өзгереді. Ток күші мен кернеу тұрақты. Екінші, электр заряды, ток күші мен кернеу периодты түрде өзгереді. Үшінші, ток күші, кернеу периодты түрде өзгереді. Заряд өзгермейді. Төртінші, электр заряды, ток күші, кернеу тұрақты. Жауабы: электр заряды, ток күші мен кернеу периодты түрде өзгереді. Есеп 3. Егер К кілті бір жағдайдан екінші жағдайға ауыстыратын болсақ, контурдың өзіндік тербеліс периоды қалай өзгереді? Суретті қараңыз. Шешуі: контурдағы электромагниттік тербелістер периоды Томсон формуласы бойынша анықталады. Т тең 2π түбір астында Лц. Суретте белгілі. Кілтті екі жағдайға ауыстырған кезде контурдың жалпы индуктивтілігі 9 есе артады. Ендеше периоды түбір астында 9 есе артуы керек. Жауабы: 3 есе артады. Есеп 4. Тербелмелі контур сыйымдылығы 400 пикофарад және индуктивтілігі 10 мегагенри катушкадан тұрады. Табу керек ток күшінің тербеліс амплитудасын, егер кернеудің тербеліс амплитудасы 500 вольт болса. Есепті қысқаша шартын жазамыз. Берілген шамаларды және нені табу керек? Белгілі конденсатордың сыйымдылығы, катушканың индуктивтілігі, кернеудің максимал мәні. Табу керек ток күшінің максимал мәнін. Белгілі шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне ауыстырамыз. Энергияның сақталу заңының негізінде конденсатордың максимал электр энергиясы тең катушканың максимал магнит энергиясына. Энергия теңдігінен ток күшінің максимал мәнін анықтаймыз. Формулаға белгілі шамаларды қойып, математикалық есептер жүргіземіз. Өзінді тексер. Өздік жұмысына арналған тапсырма. Есеп: бірінші бағандағы әрбір физикалық шама үшін екінші бағаннан тиісті формулаларды таңдаңыз. Өз жауабыңызды берілген жауаппен салыстырыңыз. Үй тапсырмасы. Тақырып бойынша білімдерді қалыптастыру үшін ұсынылған сілтемені пайдаланып, таңдау бойынша 2 есеп шығарыңыз. Сонымен, сабағымызды қорытындылай келе, электромагниттік тербелістерді сипаттайтын негізгі ұғымдар мен шамаларды қайталап, еркін және еріксіз тербелістер бойынша есептер шығаруды үйрендіңіздер. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.